Жазылмаған дала заңы. Сұрау керек. Алладан денсаулық, пайғамбардан шапағат, қыдырдан бата, аңшыдан сыралғы. Сырқат жанның көңілін, қарттың қал жағдайын, жетімнің жай күйін, саудың амандығын, ағайынның бүтіндігін олжадан тәбәрік, қонақтан бұйымтай беру керек. Үлкенге сәлем, қуантқанға сүйінші, қуанышқа шашу, соғымнан сыбаға, егіннен кеусен, малдан көгендік, балаға базарлық, киімге байғазы, сәбиге көрімдік, төркіндеген қызға қалауын, жана көршіге ерулік, досқа естелік, жетімге қолқайыр, мүсәпірге садақа, байлықтан шүлен үлестіру, тойға сияпат, жас үйленгендерді отқа шақыру, жас босанған анаға қалжа, сағынғанға сәлемдеме береміз. Тілеу керек барға тәубе, жоққа сабыр, ауырға төзім, жақсылыққа алғыс, болашаққа сенім, жетістікке шүкір, өткенге салауат, қалғанға береке, басқа амандық, денге саулық. Осындай тағылымнан соң қазақ болып туылғанына мақтанбай көр.